Қақаған қар аралас боран соғып, ел үрей көк найзалы жау торыған, байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан, дейді Жамбыл ақын. Мен кигіз үйде өстім, сол кездегі барлық қазақ балаларындай, мені де көшкен кезде бесімен ала жүрді, дейді ақынның өзі балалық шағы жайлы. Соған қарағанда ақын бала күнінде қоңырқай тірлік кешкен. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жігіттің жақсы болмағы нағашыдан дегендей, Жамбылдың туған нағашысы Жетісу өңіріне танымал әнші болған. Жетісудың даңқы асқан биі Бөлтірік Алатаудың баурайындағы ағайынды аралап келген екен. Сондағы даладан жүгіріп келген бала бірден барып Бөлтіріктің қолын алыпты. Сонда Бөлтірік баланың қолын ұстап тұрып, «Атың кім балам?» депті. «Атым Жамбыл» деп жауап берген екен. «Атың Жамбыл болса, көкірегің даңғыл болар. Шырғалаңнан сөз келсе, шырқаушының өзі болар екенсің» деген екен. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен таныла бастағаны осыдан-ақ белгілі болды. Жамбылдың шығармалары әлемнің ондаған тіліне аударылып, дүние жүзіне тарады. 1936 жылдан бастап Жамбылдың аты орыс тілі арқасында шетелге де тарала бастады. Ақынның Өтеген батыр, Сұраншы батыр, Көроғлы, Бақ, Дәулет, Ақыл деген дастандары бар. Ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арнап жазған өлеңдері 3000 жолды құрайды. Әсіресе Ленинградтық өренім, Москваға, Майданға хат сынды өлеңдері бар. Жамбыл ақын өмір мен өлім арпалысына түскен кеңес жауынгерлеріне отты жырлары арқылы жігер беруге тырысты. Жамбыл жас кезінен айтысқа қатысқан. Жамбыл мен Айкүміс, Жамбыл мен Құлманбет, Жамбыл мен Шашубай, Жамбыл мен Досмағамбет деген айтыстармен танымал болды. Жамбыл Жабаев шығармашылығының шарықтау шегі 90 жастан асқан шағына тура келеді. Жамбыл еңбек қызыл ту орденімен марапатталды және КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған. 90 жастағы Жамбылдың бейнесі жаңа құрылысты және оның халқын қуана қарсы алған шығыстың ақсақалы ретінде бейнеленді. Ол Қазақстанның ең беделді ақынына айналды. Ал оның әндері қазақ ауылының жаңа өмірінің бір бөлігі болды. Жамбыл 1938 жылдан бастап Қазақ КСР қарулы күштерінің депутаты болды. Өлең жырларымен көптеген елге танылып, артына баға жетпес асыл мұра қалдырып кеткен жыл алыбы Жамбыл атамыз 1945 жылы 22 маусымда 100 жасқа толуына бірнеше ай қалғанда дүниеден озды. 1946 жылы ақпанда Қазақстан жұртшылығы даңқты ақынның 100 жылдығын салтанатпен атап өтті. Мерейтойына қарай ақынның таңдамалы шығармаларының академиялық жинағы орыс және қазақ тілінде басылып шықты. Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан секілді. Жамбыл жырдың толассыз бұлағы, өшпес өнегесі, тозбайтын асылы. Ол жасампаз ұрпақпен сырласындай, қимасындай мәңгі бірге жасай береді.